Зәмзәм суы қайдан пайда болды? Алладан әмір келіп, Ибрахим пайғамбарымыз өзінің әйелі Ажар анамызбен Исмаил деген емізулі баласын қазіргі Мекке Қағба тұрған жерге алып барады. Ол жақ ол кезде жапан дала, құста адамда мекен етпейді, өте ыстық, еш нәрсе жоқ. Ажар анамыз түсінбей, бұны саған Алла бұйырды ма, әлде өзің қаладың ба дейді. Қараңызшы, Ажар анамыз түсініп тұр да, пайғамбарлар бір нәрсе жасаса, оны тек Алланың бұйыруымен жасайтын. Сөйтіп Ибрахим алейхиссалам Алла бұйырды дейді. Сонда Ажар анамыз Алла бұйырса, Алла бізге жетіп артылады деп жауап береді. Сөйтіп Ибрахим алейхиссалам кішігірім шатыр құрып береді, біраз уақытқа жететін азық түлікті қалдырып, сендерді Аллаға тапсырдым деп кетіп қалады. Жүрегі жыртылып, қатты уайымдап, бірақ Алла бұйырғаннан кейін осылай жасауға мәжбүр болады. Алла не үшін бұйырды? Ол бір азаптайын деп, қинайын деп бұйырған жоқ. Алла әрқашан адамдарға жақсылық қалайды. Бір даналықпен Алла Ибрахим алейхиссаламға осыны бұйырды. Сөйтіп бірнеше күн уақыт өтеді, азық түлік таусылады, бала ашығады. Ажар анамыздың төсіндегі сүті таусылады. Исмаил шырылдап өте қатты жылайды. Ажар анамыз не істерін білмей, жақын жерде тұрған Сафа деген тауға жүгіріп шығады. Ондағы мақсаты бір керуен кетіп бара жатқан жоқ бекен, адамдар жоқ бекен деп бақылау үшін шығады. Ешкім таппағаннан кейін 450 метр қашықтықта тұрған Маруа деген тауға жүгіріп шығады. Сөйтіп, ештеңе табылмағаннан кейін не істерін білмей, екі таудың арасында 7 рет жүгіре бастайды. Күн төбеден түсіп тұр. Бір кезде алыстан бір су көрінгендей болады, жүгіреді, былай жүгіреді. Соңында 7 рет жүгіріп болғаннан кейін Исмаил шырылдап жылап жатқан жаққа қарағанда жылтыраған бір нәрсе көрінеді. Тағы да көзім елесіп жатқан шығар деп жүгіріп барса, Исмаил алейхиссаламның жылап өкшесін теуіп жатқан жерден су шыға бастайды. Бірден Алланың нығметі екенін түсінеді. Сөйтіп бірден қолымен ол жерді қоршап, зәм деп, зәм деген ол жинал деген сөз, зәм деп қоршап, ол жерден су іше бастайды, су ала бастайды. Ол таусылмайды. Су алған кезде орны қайта толады. Су алғанда орны қайта толады. Қазір де зәм шыққан жер құдық болып тұр. Одан не таусылмайды, не асып тасып кетпейді. Неге десеңіз, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның хадисі бар. Ажар анамыз зәм деп оны жинай бастамағанда, қазір зәм суы ағып өзенге айналатын еді дейді. Яғни зәм жинал дегені қазіргі Мекке тұрған орын ғой. Ажар анамыздың Меккеде тілеген дұғасы қабыл болып, әлі күнге дейін қанша ғасыр өтсе де бір деңгейде тұр. Сөйтіп сол маңнан бір керуен өтіп бара жатып, құстардың ұшып жүрген байқайды. Бұрын соңды ол жерден құсты көрмеген. Сөйтіп, құстар деген су бар жерде ғана ұшады ғой, барып көрейікші деп барса, Ажар анамызбен Исмаил отыр. Бұл бекер емес деп қастарына жүгіріп барады. Барғаннан соң мән-жайды сұрай бастайды, түсіндіріп береді. Сол кезде бұл әйел де, бала да берекелі. Біз осы жаққа тоқтайық деп, Журхум деген йемендік тайпа сол жаққа тоқтап, өсіп өніп, сол жақтың тұрғындарына айналады. Кейін сол зәм шыққан жердің маңына қасиетті Қағбамыз салынады. Бұл оқиғадан біз не түсіндік? Ибрахим алейхиссаламның тәуекелі үшін, Ажар анамыздың иманы үшін Алла оларға үлкен береке нәсіп етті. Біз де өмірде иманымызды арттырып, Аллаға дұрыс тәуекел ете алсақ, Алла біздің берекемізді арттырып қояды. Екіншіден, қараңызшы, Ажар анамыз қалған жер айдала, ешкім жоқ, құс та, адам да мекен етпейді, су да жоқ. Ажар анамыз Алла бұйырды ғой, бізді осы ситуациядан алып шығады, алып келді ғой жерге деп отырған жоқ та. Яғни біз өмірде бір нәрсе қаласақ, бір кішкентай болсын қадамдар себептерін жасауымыз керек. Ол себеп тікелей сол мақсатымызға алып баратын болмаса да, біз тоқтамай әрекет ете беруіміз керек. Сол кезде Алла сол кішкентай қадамымыздан үлкен сыйлықтарды, берекені нәсіп етеді.